Саламатсыздар ма, қымбатты мен арнамның көрермендері. Қалдарыңыз қалай? Мен бүгін сіздерге қоян бейнесіндегі аппликацияны тоқытып көрсететін боламын. Ол үшін біз әдеттегідей жіпті қолымызға орап, осылай бір ілмек іліп алатын боламыз. Және осы ілмегімізді 7 ілмекке дейін жалғастыратын боламыз. Міне біз өзімізге қажетті 7 ілмегімізді жасап алдық. Енді жібіміздің ұшын тартып және жұмыс жібімен ілмегімізді аяқтайтын боламыз. Жібіміздің ұшын бекіттік. Енді 3 ілмек жасаймыз. Осылай 3 ілмек жасап алдық. Енді дәл сол бағанымыздың түбінен алып, осылай ұзынша бағаншалар жасайтын боламыз. 4 рет іліп аламыз. Төрт рет іліп алдық. Енді өткізіп, осылай жалғастыра беретін боламыз. Тағы да дәл жаңағыдай қайталаймыз. Бір, екі, үш, төрт. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы бір рет қайталайын. Мұқият қарап алыңыздар. Бізге дәл осындай 8 бағанша қажет болады. Міне өзімізге қажетті 8 бағаншаны жасап алдық. Енді жібіміздің ұшын бекітеміз. Бекіттік. Енді келесіде біз басқа жіппенен, басқа өңмен жалғастыратын боламыз. Ол жібімізді алып, осылай тағы да 3 ілмек жасап аламыз. 3 ілмек жасадық. Енді әр ілмектен, осы ілмектен 2 бағаншадан жасап отырамыз. Бізге барлығы 32 бағанша қажет болады. Осылай 32 бағанымызды жасап аламыз. Осы жерден бірден 3 баған жасаймыз. Осымен 32 бағанымыз дайын. Енді жібіміздің ұшын аяқтаймыз. Енді қоянның аяқтарын жасайтын боламыз. Тағы да 3 ілмек жасап, осындай бір ілмектен бірден 3 баған жасаймыз. Бар жоғы бізге 6 баған қажет болады.
барынша қазақша түсіндіруге тырысып жатырмын. Міне осылай біздің 6 бағанымыз дайын болды. Енді жібіміздің үшін аяқтаймыз. Енді осы жерден 1, 2, 3, 4, 5, 6 бағаншаны санап алып, 7-ші ілмектен тағы да 3 ілмек жасайтын боламыз. 1, 2, 3. Тура жаңағы біріншідей қайталап, тағы да 6 баған жасаймыз. Міне өзімізге қажетті 6 бағанымызды жасап алдық. Енді жібіміздің үшін аяқтаймыз. Енді тағы да бағандарды санайтын боламыз. Осылай 8 баған жасап, 9-шы бағанның үстіне тағы да ілмек жасаймыз. 1, 2, 3 ілмекті жасап алдық. Енді бұл бізде қоянның басы болады. Жаңа сияқты 1-1 ілмектен 3 баған жасаймыз. Келесісінде 1 ілмектен 2 баған жасаймыз. Тағы да 2 баған жасап аламыз. Және 1 баған жасаймыз. Енді қоянның құлақтарын жасайтын боламыз. Мұқият қарап алыңыздар, өте оңай. Бұл аппликациямен қыздардың да, ұлдардың да кардигандарын сәндеулеріңізге болады. Өте керемет, сәнді көрінеді. Біріншісінен 2 баған жасаймыз, екіншісінен де 2 баған жасаймыз. Дәл видеодағыдай қайталай беріңіздер. Барынша қазақша түсіндіруге тырысып жатырмын. Бірінші құлағымыз дайын. Енді екінші құлағымызды бастаймыз. 1, 2, 3, 4. Осылай 5 ілмек жасап аламыз да, дәл бірінші құлақ жасағандай, екінші құлақты да жасап шығамыз. Яғни тоқимыз.
соңында бір баған жасаймыз және жібіміздің ұшын аяқтайтын боламыз. Міне осымен біздің қоянымыздың басы мен құлақтары дайын болды. Өз бағаларыңызды беріңіздер. Міне қоянымыз дайын. Өз бағаларыңызды бере кетіңіздер. Менің каналым ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, және де менің каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.